Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді хворсттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын мен жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер: бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның сарысы, шым тұз және де ұн қажет болады. Біз ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де бір жұмыртқаның сарысын жарып, үстіне шым тұзымызды сеуіп, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алған соң, алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, алдымен араластырып, содан соң жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алған соң, бөлме температурасында салафанға салып 20 минут тындырып қоятын боламыз. Келесі кезекте қамырымызды илеп алу үшін, жабысып қалмас үшін алдымен ұнымды сеуіп алдым. Содан соң оқтаудың көмегімен өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Міне қамырды өте жұқа етіп жайып алдым. Содан соң келесі кезекте осындай елелетіп әдемі болып шығу үшін тіліп шығатын боламын. Пышақпен де тіліп алсаңыздар болады. Қамырымызды дайындап жатқан кезде сұйық майымды құйып, отқа қыздырып қойдым. Келесі кезекте шанышқымен қамырымның бас жағынан осылай алып, дәл осы видеодағыдай майда жақсылап қызарғанша қуырып шығатын боламыз. Қалған қамырларымыздың барлығын әдемілеп осылай қуырып аламыз. Міне бәрін жақсылап қуырып дайындап алдым. Келесі кезекте сгущенное молоко және де макке батырып алатын боламын. Сонда өте әдемі болып шығады. Міне біздің хворстымыз да дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер.